Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен ең оңай кекс рецептімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар: 20% сметана, ұн, қант, мейіз, разрыхлитель және 2 жұмыртқа. 2 жұмыртқаны саламыз. 2 жұмыртқаны жарып алғаннан соң үстіне қантты салып, венчикпен араластырамыз. Мен миксермен араластырдым, венчикпен араластырсаңыз да болады. Осы ораза айында осындай кексті шайға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Араластырып болған соң үстіне сметанамызды саламыз. Тағы да біраз араластырамыз. Сметанамен араластырып болған соң ұнымызды саламыз. Разрыхлительді ұнға араластырып аламыз. Барлығының мөлшері описаниеда жазып кеттім. Өте оңай, өте жылдам піседі. Қалған ұнды аз мөлшерден саламыз. Жақсырап араластырамыз. Сосын 1 чай қасық ұнға мейізді бөлек араластырып аламыз. Мейізді бөлек араластырып аламыз 1 чай қасық ұнға. Менде мына жерде дұрыс түсіңкіремей қалыпты. Кешірім сұраймын. Ұнға араластырған мейізімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырылған массамызды формаларға құйып шығамыз. Менде 1,5 қасықтан кетті әр формаға. Сіздердің әркімнің формасының үлкен кішілігіне байланысты. Менікі кішіректеу, силиконовый форма болса да, мен ішін аздап сарымаймен кішкентай майладым. Негізі силиконовый болған соң майламайды. Үстіне 1,5 қасық кексімізді салдық. Сосын духовкаға 190-200 градусқа жарты сағат 25 минутта, жарты сағатқа толмайды, пісіріп алып шықтық. Міне үстіне сахарный пудра сепсеңіз болады. Осы кекс рецептім ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Алтынай. Назарларыңызға рахмет. Ораза айы қабыл болсын, берекелі болсын.